инвестиция салу туралы бізге пікірлер де келіп түсті. 40 миллиондап ұсынған инвестициялар болған, бірақ оларды біз алмадық. Расымен де осы компания, Кифо Тұлпар компаниясы кредитсіз, осы өздеріңіз халық беріп отырған инвестициямен құрылған компания. Осығанға дейін $700 мың инвестиция салған адамдар болатын. Мен қарыз болып жүрген кезде де ашық түрде бөліскенімдей, осы Кифо Тұлпар компаниямыздың қалай құрылып келе жатқанын, жалпы онда команданың қалай жиналғанын, инвестицияны қалай тартқанымызда, және компанияның жүріп өткен жолын ашық түрде осылай YouTube каналымызда бөлісіп отыруды шештік. Ассалаумағалейкум қазағым. Әр видеомның басын әр қашанда қазағыма арнауды осылай бастауды шештім. Бүгінгі біздің тақырыптар команда туралы және инвестиция туралы болмақ. Біздің әр шыққан видеоларымыздың астына өз пікірлеріңізді қалдырудасыздар. Ол үшін сіздерге рахмет айтамыз. Және де әр пікірді оқып, сол бойынша түзелуге тырысамыз. Расымен де дұрыс айтасыздар, негізі біз қазақ жақсы өзімізді жағынан көрсетуге тырысуымыз керек, және білімді болуымыз керек. Оны болашақтағы видеоларымыздан біздің қалай көтеріліп келатқанымызды көретін боласыздар. Көш түзеледі өте көптеген жақсы осындай пікірлерде келуде, өзімізді осы бойынша түзеуге тырысамыз. Сонымен қатар инвестиция салу туралы бізге пікірлерде келіп түсті. Расымен де осы компания, Кифо Тұлпар компаниясы ешқандай алдындағы видеоларда айтқандай кредитсіз, осы өздеріңіз халық беріп отырған инвестициямен құрылған компания. Және де біз осы уақытқа дейін бірнеше инвесторлармен, бірнеше командамен жұмыс істеп, тәжірибе жинадық. 40 миллиондап ұсынған инвестициялар болған, бірақ оларды біз алмадық. Өйткені осығанға дейін $700 мың инвестиция салған адамдар болатын. Сол кісілермен жұмыс істеп көріп, және сол алынған суммаларды команда былайша айтқанша іске асыра алатынын тексеріп көрдік. Қазіргі кезде бізде командада және біздің компанияның системасы, жүйесі барлығы үлкен суммаларды қабылдауға дайын. Сондықтан да енді инвестиция қабылдап, арғартай табысымызды, компаниямызды үлкейтуге шештік. Сол бойынша мына астыда номер қалдырамын. Егер компанияға инвестиция салуға қызығатын болсаңыздар, осы номерге хабарлассаңыздар болады. Және де ең минимальный сумма бізге салынатын, ең аз сумма бізге салынатын 10 миллион теңгеден басталады. Өйткені осы уақытқа шек 2 миллион, 5 миллион, 7 миллион суммалармен істеп көрдік. Ол кезде бізде отчет тапсыратын адамдар көбейіп кетеді, есеп беріп отыратын. Ол біздің жұмысымызға кедергісін жасайтын түсіндік. Сондықтан да 10 миллион суммадан бастап қабылдайтын болсақ, ол кісілерге өздерінің отчетін беріп отырамыз. Және жұмыс істеу жүйемізге де осы ыңғайлы болады. Осы видеоларымызда менің әр кезеңдерде құрған командаларымыз туралы біраз мағлұматтар беріледі. Мен қарыз болып жүрген кезде де ашық түрде бөліскенімдей, осы Кифо Тұлпар компаниямыздың қалай құрылып келе жатқанын, жалпы онда команданың қалай жиналғанын, инвестицияны қалай тартқанымызда, және компанияның жүріп өткен жолын ашық түрде осылай YouTube каналымызда бөлісіп отыруды шештік. Әр кезеңде менде өз деңгейіне байланысты командаларым болды. Сонау автомойком болған кезден бастап, спиннер жобаларын бастаған кезде, соның барлығы осы видеоларда көрсетіліп өтетін болады. Және де мен бүгін ғана қазақ болып қалған жоқпын. Көп комментариялар солай жазылып тұр. Әрбір жасап жатқан ісім сонау спиннер жобасынан бастап қазаққа, жалпы қазақ еліме, жеріме арналады. Өйткені сол кішкентай ғана спиннердің өзін қазақтың 300-і жиналып, бір шаңырақтың астында деген мағлұматпен шетелге экспоға шығаруға мүмкіндік жасадық. Ол саттықта сол шетелдерге, сол кезде сол спиннеріміз арқылы қазақтың біраз қазақ туралы мағлұмат алсын деген оймен жасалған болатын. Сол экспо түрінде және қазақи немеге
шығарғанымыз мына шетелдіктер өте олар ізденгіш болып келеді. Мысалы осы спиннерді ол шетелде де бар жақта танылды ғой. Содан кейін қарайды да алғаннан кейін мына жазулар қандай неме мағына береді екен деп интернеттен іздестіре бастайды. Сол арқылы біздің қазақтың жүздері болғанын және де қазақ елі болып жаңа мына оюымыздың бәрін ата-бабамыздан бізге беріліп келатқан кигіз үйіміздің ішінде, көрпе басқаларымыздың ішінде бар ғой екен мына оюлар. Соны таниды да, сонда олардың санасында да мына біздің оюды көрсе, мынау қазақ екен ғой, қазақтық екен ғой деген мағына. Соны қалыптастыруымыз керек. Негізгі біздің жасап шығарғандағы мақсатымыз одан пайда табу, жаңағы келген шетелдіктердің қолында ұсталып кетсе, бірақ ол арманымызда орындалып жатыр, Алла тағала. Қайырлы күн, құрметті достар. Өздеріңіз білетіндей, осыдан 11 ай бұрын Кифотл Парк компаниясы аз ғана ақшамен 4-5 ғана автокөліктер сатып, кішкентай ғана гараждан өз жұмысымызды бастаған болатынбыз. Как положено, полноценный автосалонға көшу мүмкіндігіміз бар. Құрметті достар, менің есімім Талғат Жақан. Мінекей былтыр декабрь айы, Құдай қаласа, декабрь айында Талғат мырза үйімізге келді, баламыздың шақыртуыменен. Біз бұл кісіні алдын көрмегенбіз, танымаймыз, өмірімізді бірінші рет көргенбіз сол кезде. Сөйтіп, өзін таныстырып, осындай компания ашқанмын, соған инвестор боласыздар деп бізге өтініш жасады. Біз ол кезде оған түсінбей қалдық ондай нелерге. Ол қалай болады, финансовый жағы қалай, ертең бір-бірімізді танимыз ба, танымаймыз ба. Бізде сенімде болмады шыны керек. Тем более бірінші рет көрген. Сенім болмады бірінші шыны керек. Сол баламыз көндірді бізді. Осылай сенімді кісілер, фирмалары бар, бәрін көрдім, білдім деп, таныстым деп айтқаннан кейін баламызға сөзіне сеніп, осы мініп жүрген бір емес, екі көлігімізді инвестицияға салып беріп жібергенбіз. Соның міне Құдай қаласа, арада міне 7-8 ай, 10 ай өтті ма? 10 ай болып қалды мінекей. Соның енді несі қайтып жатыр инвестициямыз. Ай сайын 130 миллионнан алып отыр. Аймай несі беріліп тұрды, алып тұрдық. Ол сіздерге менің айтатын тілегім, компанияңыз алға өрлей берсін, істеріңіз алға жылжи берсін, табыстарыңыз мол болсын. Компанияларыңызға, отбасыларыңызға Алла Тағала ырыс береке несіп етсін, дами беріңіздер. Жоғарыдан көріп қуанып отыратын болайық біздер. Команда бизнесте ең бірінші орын алады. Команда клиент. Мен негізі өзім осы ортасын таба алмай жүргем. Мысалы, Джек Ма көбінесе айтады, бізде клиенттер дейді, компанияда басты рөлді атқаратын дейді. Өйткені ақша келетін солар дейді. Одан кейін бірнеше өзім, менде команда болған кезде, бізде команда деп айтатын. Қазір енді командада клиенттерде де бізде компанияда бірінші орын алады. Өйткені командадағы адамдар жағдайлар жақсы болса, ешқандай жақсы үлкен көлемде ақша алып отатын болса, ешқандай уайым қайғылар жоқ болатын болса, клиенттерге жақсы қызмет етеді. Сол арқылы клиенттер риза болып кетеді. Сонда
ол біздің компанияға табыс әкеледі және өркендеуіне үлкен үлесін қосады. Сондықтан да екі жағы да тең болған дұрыс деп ойлаймын. Бәрекелді. Ал достар, біз қазір командада басты орынды алатын ол, бизнесте басты орынды алатын ол команда дейді. Сол командамызбен медеуге коньки теуге кетіп жатырмыз достар. Бар болсаң көр алмайды, жоқ болсаң бер алмайды деу жалған. Жақсыға сен алмайды, жаманды жең алмайды кей бақытсыз жандар. Көрдіңдер ма? Қазір командамен осылай Болсадағы жан санаулы қолдар аласармас менің асыл арманыма, жеткізеді ағарайлы таңдар бұл өмірде, бұл өмірде. керемет болады, керемет Бар бағымда сенсің гүл өмірде, жан сырымды менің ұғынатын, жан жарымда сенсің бұл өмірде. Достар, бізде командамызбен қазір біз видеомыз айдындамыз. Негізі бизнесте команда алғашқы орындарды алады. Өйткені сіз егер мықты идеяңыз болып, жаныңызда жақсы командаңыз болмаса, ол идеяңызды іске асыра алмайсыз. Сондықтан да достар, осылай командадағы адамдардың қадірін білу керек, және де компания өскеніне байланысты командада өсіп отыру керек. Әрбір командадағы адам өз басында компания құрылып жатқан кезінде өзінің кірпіш қалайтын болса, өзі бір үлесін қосып жатқан адам ретінде санайтын болса, осы компанияның өсуіне, ол сол компанияның мықты болып көтерілуіне атсалысатын болады достар. Сондықтан да біздің осы YouTube каналымызда тек қана сіздерге мотивация беріп қоймай, өзіміз айтып жүреміз. Өйткені менің өмірім жайлы, жалпы бизнес жайлы, содан кейін көлік жайлы осындай көптеген видеолар болып тұрады достар. Қазақтар да осылай келіп демалады, өздеріңіз көріп жатсыздар. Команданың бәрі қазақтар, және де қазақша сөйлеп үйреніп жатыр көп адам. Оны ақырын кіргізіп жатырмыз. Және де Q4 компаниясы болашақта қазақтан шыққан Генри Форд компаниясы құрған сияқты, Форд компаниясы сияқты болатынына сенімдіміз достар. Бізбен бірге болыңыздар, әрбір видеоларымызды тамашалаңыздар, астына өз ойларыңызды жазып, комментария қалдырып, жалпы Q4 тағы не істесе болады, ойларыңызбен бөлісіп отырыңыздар достар. Өмірді сүйетіндер, қызығын көргендер. Достар, қазір біз Қазан маңғалға келдік. Жақсылап спортпен аяғымыздың бәрі шұғылданып алғаннан кейін команданы жақсылап тамақтандырып алу керек. Өз елімізде осылай қазақтар жақсы демалу керек. Біздің региондарда көріп отырған бауырларымыз, достарымыз, қазақ қандастарымыз болса, айтатыным оларға, сіздердің де осылай жүруге қолдарыңыздан келеді. Ол үшін алдыңызға мақсат қойыңыз, сол мақсатқа қарай харекет етіңіз. Біздің әрбір видеомыз сол сіздерді харекетке шақыру болып табылады. Сондықтан сіздерге сенем, бауырлар, әрбір қазақ бай болу керек. Хай, это даже Юля.
толқынды қағып алып, ағыспен жүзетіндер жері келгеннен баурады, баурады, санамды жаулады, жаулады. Бұл жердің жаннаты, жаннаты, қияли Алматы, Алматы, Алматыға кел, кел, биіктерді еңсер, өзіңе сен Енді осы видеоларымыз сіздерге осы жазылып жатқан пайдалы болатын болса, команда құру мақсатында болашақта инвестиция туралы осы тартқаннан кейін сіздермен шығарып бөлісетін боламыз. Пайдасы тиіп жататын болса, өзіңіздің пікіріңізді қалдырып, достарыңызбен бөлісіп, командамыз осы жасап жатқан YouTube каналымыздың дамуына өз үлестеріңізді қосып отырыңыздар.